Сәлеметсіздер ме оқушылар? Нөмір 21 орта мектебінің информатика пән мұғалімі Бозғұлова Динара. Бүгінгі біздің қашықтықтан оқитын сабағымыздың тақырыбы бүкіл әлемдік интернет желісі. Ең бірінші сабағымыздың мақсатына тоқтала кетейік. Сабағымыздың мақсаты жаңа тақырыпты меңгеруде интернет туралы түсініктерді кеңейту, интернеттің мүмкіндіктерін түсіндіріп, интернетті қолдануда ақпараттық іздестіру, пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Ең бірінші интернет ұғымымен танысайық. Жалпы интернет дегеніміз бір сөзбен айтқанда бүкіл әлемдік байланыс желісі деп атауға болады. Интернет ағылшынның интер бүкіл әлемдік нет желі деген сөзінен шыққан. Ол дүниежүзілік ақпараттар кеңістігі қызметін атқарады. Интернет бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі. Ең алғаш интернет 1960 жылдары ақш-та пайда болды. Оны төтенше жағдайлар кезінде хабар алмасу үшін ойлап тапқан. Компьютер мен телефон арналары арқылы байланыс жасаған. Тәжірибелерге сүйене келе 20 ғасырдың 60 жылдардың аяғында ARPANET желісі пайда болды. Яғни ең алғаш рет ARPANET деп аталып, кейіннен интернет деген ұғымға ие болған. Интернет қызметтерінің бірі World Wide Web. Яғни компьютерлерді, деректер мен құжаттарды, мультимедиа элементі бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор. Бұны 1989 жылы Бернес-Ли глобалды гипертексті проекті ұсынып, оны World Wide Web деп атап кеткен. Интернетпен жұмыс жасау үшін интернет бізге қандай мүмкіндіктерді ұсынады? Электрондық почта, телеконференция, қашықтықтан қатынас құру. Яғни біз қазіргі таңда осы қатынасты құрып сабақтың жүргізілу процесіне қатысып отырмыз, Әрі қарай файлдарды іздеу және жеткізу, мәтіндік файлдар мен меню жүйесі көмегімен іздеу және жеткізу, құжаттарды гипермәтіндік сілтемелердің көмегімен іздеу және жеткізу, немесе бүкіл әлемдік өрмек. Бүкіл әлемдік өрмекті қолданып, біз осындай жұмыстарды жасай алады екенбіз. Қазіргі таңда электрондық почта қатынас құрудың, құжат алмасудың ең негізгі мүмкіндіктерінің бірі болып тұр. Электрондық почта желі тұтынушылары арасында мәлімет алмасу ісін жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Оның көмегімен ара қашықтыққа тәуелсіз санаулы минуттар ішінде хабарды жеткізуге болады. Интернеттен көптеген пайдалы, қажетті ақпараттарды табуға болады. Интернеттің жедел дамуына байланысты желіде жұмыс істеуге арналған көптеген қызметтер мен программалар пайда болды. Интернетте жұмыс істеу үшін аса маңызды деректер қорына жетуге арналған желіге қосу құралы браузер бағдарламалары қолданады. Браузер ағылшын тілінен аударғанда парақтау, қарастыру деген мағынаны білдіреді. Көптеген браузерлер программалары бар. Ең көп тараған браузерлер Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera және тағы басқа. Интернеттің пайдалы жақтарымен бірге зиянды тұстары да бар. Бұл жайлы әрбір қолданушы жақсы білуі тиіс. Информатика кабинетінде ғана емес, үйде де компьютермен жұмыс істегенде мұны естен шығармаған жөн. Олай болса, сіздердің назарларыңызға видео ұсынамын.
Интернет ол қалтқысыз ақпарат көзі болып табылады. Сонымен қатар адамдар интернет арқылы өздеріне қажетті біліммен сусындай алады. Ата-аналардың балаларға назар аудармағанның кесірінен балалар интернетте көп отырып, соған тәуелді бола бастайды. Қазіргі жасөспірімдер үшін негізінен ғаламтордың бірінші зияны ол жердегі көптеген құмар ойындары мен зиянды бағдарламалардың болуы. Қазір дүниежүзі адамдарының 90% интернетті пайдаланады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, әлемді түбінде интернетте отырғандар емес, кітапханада отырғандар басқарады. Құрметті достар, 21 ғасырда интернетті пайдаланбау мүмкін емес. Бірақ интернетті шектеулі уақытпен пайдаланып, спортпен айналысайық. Өйткені дені сау ұрпақ елдің болашағы. Видеоны көріп болсаңыздар, интернеттің пайдасы мен зияны туралы мәліметті толтырамыз. Сабақты қорытындылау барысында ассоциация әдісін қолданамын. Интернет туралы түсінгендеріңізді дәптерлеріңізге жазыңыздар. Интернет туралы бізде қандай ой туындайды? Еске түсіреміз және интернетке байланысты қандай ой келеді, соны дәптерлеріңізге жазып орындаймыз. Содан соң тест сұрақтарына жауап береміз. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырма. Интернеттің пайдасы мен зиянды жақтары туралы жазамыз. Екінші тапсырма. Ассоциограммамен жұмыс. Үшінші тапсырма. Тест сұрақтарына жауап береміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.